Өзбекстандықтар Сырым Датұлын неге ғайбата деп атайды. Қазақтың батыры, әйгілі шешен Сырым Датұлы жерленген қорымды өзбек ағайындар қарап күтімге алған. Ресей империясының озбыр отаршыл саясатына қарсы шығып, кіші жүздегі ұлт-азаттық қозғалысты бастаған бабамыз көрші елдің Хорезм облысында жерленген. Қазір қазақстандықтардан көрі ол басшы батырдың рухына ала тақиялы ағайын көп тағзым етеді екен. Қол бастаған көзем, сөз бастаған шешеннің сүйегі қайда жатқаны 2007 жылға дейін беймәлім болды. Ресей империясының озбыр саясатын қолдаған сұлтандар қудалаған соң, халық батыры 1797 жылы Хиуа хандығында өтеді. Осы жерде оны улап өлтіреді деген ақпарат бар. Со бір үлкенрақ, бір кішкентай кесене орнына бір үлкенрақ еслейтін бір жер, қасында музейі болсын, ішінде библиотекасы болсын, мешіті болған бір жерді көзде тұтып бір құрылыстарын, проекттарын несін шығарайын деп ізінде жүрміз әзір. Әкімшілік те жардам береді. Сырым Датұлы, Нағанай би ұрпақтары да өзі несін жардамын береді деген ниет деп айтып жатырмын да. Бұл жерге зиярат етушілер көбіне ем іздеп және бала сұрап келеді. Ол үшін қабірді 3 рет айналады. Перзент сүйгісі келетіндер шағын бесік жасап, ішіне ақша салып, оны қабірдің қасына қойып кетеді. Батырдың ұрпақтары қазақ халқын азат етпек болған Сырым Датұлының басына тас орнатып, шағын кесене салып қойыпты.